Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Мұратбек Төлеген, Астана қаласы Қараөткел ауылы. Өздеріңіз білесіздер, мені автобуста жаңа жол тексеретіндер, көлік тексеретін деген адам қыз карточканың ақша төлемегенсің деп автобустан түсіріп алды. Жаңа бір үлкен кісі әйел видеода бар мана. Міне апа екеумізді түсіріп жаңа басты, мен айтып отырмын ғой, бастым. Мен бастым, не кінәлі ма? Халыққа штраф төлемеймін мен, штраф төлемеймін. Неге төлеймін мен? Мен жаңа бастым водительдің көше. Осы істемей қалса мен кінәм ба? Отырмаймын да. Басқан міне қарапайым адамдарды міне халықтарды штраф саламыз деп міне. Түсіріңіз деп. Әкел міне карточканды. Карточканы беріңіз. Міне халыққа көрсетіп отыр. Фамилияңыз кім? Сіздің фамилияңыз кім? Аты жөніңіз кім? Таныстырыңыз полностью. Удостоверениеңіз бәрі. Кіріп алды. Удостоверение толық. Сосын полиция шақырды. Енді сол полиция шақырып участковый неге апарды пунктқа. Шамалы ақша табайын деп сол анда-санда бір кездесетін жұмысымды істеп тастайын деп сол жұмыс істеп келе жатқанбыз. Қалың ғой сол сондай жұмыстан. Сосын 39-ға жаңа 39-ға мініп, 39-ға міндім де сол не жақтан эталон жақтан сол жағынан келдім де мініп түстім, Бөгенбай Сарыарқаға түстім, анау медакадемияның қасына. Şu жерден түсіп, сразу 36-ға міндім. Жаңа 39-дан түсіп. Туамын түсіп, 36-ға мініп Илинкаға баратын. Жаңа Қараөткел ауылына, мен қаланың сыртында тұрамын ғой. Соған баратқан кезде мініп, білмеймін неше автобус, бір-екі автобустан өткесін бе жаңағы тексеретін, жол тексерет дегендер, жаңа қыз мініп, сразу автобуста келетқанда арт жағына отырып алған мен, ортаңғы есіктен ашты водитель, ортаңғы алдыңғы есіктен. Сол жерде мен жылдам кіріп алып, енді жұмыстан шаршап келе жатқасын, бір арт жаққа барып отырып демалайын енді деп. Сөйтіп бардым да, сразу бірінші ортаңғы есіктен бастым да, жаңа қала деп жаңа несі жазылды бәрі, валидациясы бәрі. Сосын арт жаққа отырған кезде тағы соның алдында ғана 2000 теңге салған медакадемия қасына жаңа аппараттан. Сол 2000 теңгем ақшам түсті ма деп басып ақпарат алу үшін соны басып неткен кезде шықты ол 2900 болып 900 теңге бар екен. Сөйтіп арт жақта жайбарақат отырған ғой. Жаңа қыз келіп, жаңа видеодағы қыз. Сразу маған қарады ғой, келді жақтан жаңа аппараты бар, тексеріп жатыр. Маған қарады да сразу қарағаннан что-то бір неттім, бірақ ештеңе ойлаған жоқпын. Бастым енді, күнделікті басасың болды ғой, сол басасың да отыра бересің жаңа не валидациясы. Сосын маған қарағаннан бақылы что-то ештеңе неткен жоқпын, бірісі жаңа есіме түсіп жатыр да, бұл неге қарады деп соған қарап қаптым енді. Сосын келіп менімен қосып күдік болмасын деп жаңа бір әйел кісіні жаңа зейнеткер сияқты ма үлкен кісілеу бір кісі болды ғой жаңағы. Бір кісі. Сол кісінде жай күдік болмасын деп түсіріп алды ғой деймін. Екімізді түсіңдер деп, карточкамды алып қойды қолымнан. Түсіңдер деп түсіріп нетті. Митинг деп жатыр ғой, сенбі күні. Сол митинг болды, үйге шейін аман жетейін деп басыма капюшонымды киіп алған бүйтіп. Қараңыз, сол көшедегі камералардан қараған ғой, менің автобусқа мінгенімді көрген ғой. Сол полетқа қойып қойғам, қайда жүргенін білмесін деп. Арасында қойып қойым полетқа. Мынау сұмырайлар. Сөйтіп, полетқа қойып қойғам телефон, полетта тұр, полетта. Енді қалай, көшедегі немен, слежкамен білді ма? Басыма капюшонымды киіп алғам, курткам капюшон. Соны үйге аман есен барайын, енді нетет, мына сұмырайлар тоқтатып, нетіп, сөйтіп, жасамайма деп, үйге барайын деп шашақ баратқан бұл. Сол жаңа қызды көрдіңіздер, қандай нағылай қыз. Сосын бақыласаңызда спортивный қыз, былай екінші қыз да сол, спортивный, как будто собордың қыздар сияқты, соборда істейтін қыздар сияқты. Удостоверение, несін, служебный удостоверение печатімен несін көрсетесің, көрсетпейді жаңағы. Даныларын, удостоверение личностьны көрсетті деп отыр. Кімсің сен? Может, сен тексеретін адам емес шығарсың мүмкін. Сөйтіп айтып жатырмын ғой.
сол жаңа көрдіңіздер, полициямен екі патрульный машинамен келіп алып мен алып жаңа опорный пунктқа барды. Ол жақтан толып отыр жаңа көрдіңіз полициялар. Сосын жаңа арыз жаздым, мен протоколға толтырмайын дедім, нетпейін дедім, штрафыңа мен келіспейін дедім. Сөйтсем мен барсам, алдында бір жігіт тұр екен, жас бала тұр екен. Онда сол ма білмеймін, сол бір нәрсе деп ұстап алған, онда қинап жатыр екен жаңағы. Сосын тағы бір бала алып келді, кейіннен мен не жасап жатқан кезде бір бала алып келді, ол бала айтады, телефонмен анау QR код дейме, бүйтіп фотоға түсіреді да, сөйтіп төлем жасайды ғой. Бүйтіп басады. Соны басқан кезде интернетім дұрыс істемей қалды ма, дұрыс қабылдамай жатқан дейді жаңа басқан кезде. Аналар кіріп келіп мені түсіріп алды деп жатыр, ана бала айтады. Сонда бұлар халықты сөйтіп опорный пунктқа тасып, ақша жасап жүрген пәлелер болып тұр ғой. Сондай деп ойладым мен, кәдімгі ақша жасап жүрген. Өйткені ана бала уже ана участковый қорқытып жүрген сияқты ғой жаңа полиция. Ол сразу все, кінәмді мойындаймын деген сияқты жаңағы келсем деп протоколына жаңа несіне жаңа қол қойып берді жаңағы бала. Енді адым штраф дейме, сондай бір нәрсе ғой. 6000 не 6000 бір нәрсе, 5800 бір нәрсе. Жаңа түнде келдім ғой, 10-дан 10 жарымда сонда жіберді. Автобус тоқтап қалды, таксимен жаңа попутный таксимен, енді анау автобус тоқтап қалды. Попутный таксимен немен келдім ғой үйге. Сон таксист айтады да, аға, братан, 1000 теңге бере салмадың ба дейді да, 1000-2000 теңге. Сөйтіп шеше салма. Сонда адамдардың сана сезімі қалай, әлде гаиға ақша беріп үйреніп қалған адам ба, әлде осындай не жасап тастаған ғой. 1000 теңге, 1000 енді 1000 төлесе жақсы еді ғой дейді да, чем 6000, 5000, 6000 теңге штраф төлегенсе дейді да. Жазғысынан сонда бұлар білген істей береді, сонда біз жүреміз бе үндемей. Сол тікелей эфирді өшір деп қойды жаңа, тікелей эфиріңді өшір деп қойды анағы айқайлап. Жаңа көрдіңіздер қандай нағылай қыздар екен. Или заказ болып тұр, саяси заказ, әдейі. Өйткені келген кез автобусқа келіп сразу маған қарағанына ұнамады ана қыздың бар ғой, как будто келе жатыр да тексеріп, дұрыс жылам келіп қалды. Көп адамда емес бір жағынан, орташа адам автобуста. Сразу маған қарап, именно маған келді ғой. Жаңа қыз бар ғой, именно маған келді. Мен қайдам біледі, карточкамды беріп жатырмын спокойно. Тексереді, постоянно сөйтіп тексеріп береді ғой. Күнде тексереді автобуста, Астананың автобустарында жүреміз, күнде тексереді, күнде береміз жаңағы, тексереді. Сол сияқты вообще ойымда ештеңе жоқ. Болса, қарағанына неге қарап қалды деп ойлап қалдым. Соға қарағанда не болып қалдым, обычный жас қызы, бұны үлкен кісілер жүретін еді ғой жаңағы тексеріп. Олар вежливый болатын, біреу болған, бір-екі көрген бар. Төлемегендер, ұмыт кетіппіз дегендер бар, немене жаңа, соларды нетіп мен көзіммен көргем. Әкеліңіз басып берейін деп үлкен кісілерге. Сөйтіп істеп жатқан көргем жаңа, сондай. Баяғыда үлкен. Қазір жастар ма, собырдан әдейі әкелген не ма. Сосын жаңа мыналарды толтырды, мынандай етті міне. Мынау Бекбергенова Мақпал Маратовна деген 18.02.1996 жылғы иініне полиция жазып берген, егер сотқа берсеңіз деп. Анау жарымес жаңағы, мынау немді жұлып алып, майыстырып, қолында нетіп жаңағы, менің иімді неге бересің? Мен сенің иіңді қайдан білем? Ана полиция берді деп айтқан жоқпын мен де. Ана полицияда не? Жынысы сен жарыместің ғой деп. Сосын ана полиция өшіріп тастады, иін 96-02-18-45-11-74 бір нәрсе өшім иіні. Осы, білмеймін, осыдан тексеріп көріп. Содан кейін, менеджер дейді департаменті, сосын жаңа капитан Жанасов Азамат деген участковый қабылдап алған. Сосын 23 участок жеңіс 10. Сосын автопатруль жазып алдым, 2 сотрудник. Талас 241 патрульный полициясы екен, Сарыарқа 5. Редискінің қасына тоқтатып нетіпті мені. Намазбаев деген, сосын Артықұджаев деген. Старший лейтенант Намазбаев, сосын лейтенант Артықұджаев деген. ОИ. Солар келген. Енді сол мұна жаздым. Сон мұна жаңағы
арызды жасалған неше дайындалып жатқан қылмыс туралы арыз деп қояды, 10 жылға шейін бас бостандығынан ескертеді дейді. Жаңағы қылмыс жасаған туралы көру, жалған сөз жеткізген үшін қылмыстық жауапкершіліктің ең жоғарғы жазасы 10 жылға шейін мерзімге бас бостандығынан айыру ескертіледі дейді. 10 жылға шейін жалған сөйлесе, 10 жылға шейін соттаймыз дейді. Бәрі бірыңғай айыппұл, бірыңғай соттау, басқа бұл жүйеден басқандай ештеңе не жоқ ау деймін. Бірыңғай соттау, айыппұл 10 жылға шейін бас бостандығынан айырылады дейді. Қылмысты жасаған адамдар қылмыстық жауапкершілікке тартуын сұрайды. Менің жазғаным бұл мынау жаңағы. Сосын міне ат жағы мынау жаңағының жаңағы әйелдің үстінен қыздың үстінен жаздым осылай. В общем, Мақсұтқа келіп қайта басқанын бәрін басып тұрмын ғой. Соны жасыл жазу дейді, мынау талоны берген жаңағы талоны. Қазір Фейсбукқа қоярым. Содан кейін шыққаннан кейін джип кетті, қазір джиптіңді фотоға түсіріп алдым. Джиппен жаңағы екі қызды алып кетті, ана екі қызды. Ақ джиппен нөмірмен фотоға түсіріп, жаңағы қыздарды фотоға түсіріп алдым. Сонда 100 мың, 100 мыңға істейтін қыздар, әйелдер жаңа нелер бар ғой, бұрын оларды служебный автобуспен апарады, немесе қалай болса олай бар деп жібере салатын еді ғой. Бұл қалай неғып қалғанын дейін бе, арнайы джиппен келіп алып кетеді. Жаңа екі қызды джиппен келіп алып кетті. Мен оған полицияның қасына қайтадан барып фотоға түсейін, өз жерден шыққанымды деп фотоға түсейін деп қайтадан айналып бара жатқам, сөйтсем ана екі қыз шығып жатыр. Сол шығып кетіп джипқа мінді. Ана джиптегі айтып қойды еще, түсіріп атсың ба деп қойды. Я дедім, түсірем дедім. Фотоға түсіріп алдым, қазір артынан қарай Фейсбукқа қоям, нөмірімен, есімен. Сол қазақ елі. Білмеймін, әдейі істедім ба, әлде мынау халықты қанау ма, жас адамдарды жасысынан жасы шырап салып, Назарбаевтың жоңғардың қазынасын толтырып жатыр ау деймін. Өйткені анау бала жаңа фотоға түсірдім дейді, сонда түспей қалған ғой, интернет істемей қалды деп ана түсіндіріп жатыр. Сосын ойбай мойындайын деп, қайтадан кінәмді мойындайын деп, төлеген жоқпын деп, сол мойындадым деп айтып жатыр. Сол анаған протокол толтырып, үшін шарап төлейтін болды ма сол. Енді мен айттым, наоборот соты керек дедім. Сотқа берсін дедім, мыналар. Сотқа берсін, сотта айтам дедім, бірақ соттар өздерінікі ғой. Жаңа аппараты дейді, аппаратын мен қайда білем, мұны аппаратын дұрыс, сенің аппаратын дұрыс істейін ба? Анда жасыл жану керек дейді да. Автобуста ескертіп айтылады, 2 айлық көтке түштіп қайты күнде қақсайды ғой. Соны айтып жатыр ғой дейді. Сіздер неге төлемейсіз? Айтатын болса, құрметті азаматтар, ананы карточканы басқан кезде жасыл жану керек. Жасыл жанғанына шейін күтіңдер. Немесе бір адамды қойып қой, қойып қойыңдар. Біз қайда білеміз, бастық болды. Солай ма? Оны біз білуге міндеттіміз. Басамыз, валидация қала деп шығады, бітті. Солай етеді. Жасыл жану керек дейді. Мен сенден жасыл жанама, қызыл жанама қайда білем мен сен? Соны халық қарапайым қайдан халық кіреді, адамдар бәрі басат, бітті, кіреді алдан. Ана жасыл жану керек дейді. Солай айтып жатыр да. Соны үйдетін болса да, объявление айтқызыңдар дедім. Шырап саламыз деп емес, шырап саламыздан бұрын құрметті қала тұрғындары, қонақтар, карточкаларын басқан кезде, анау карточка басқан кезде именно жасыл жанғанын көздеріңіз жетіп, барып, болғанша қайта басыңыздар деп. Сөйтіп хабарлап айтып қойыңдар, біз қайдан білеміз. Сосын водительге бармадың ба дейді, мен бұрын нетпей қалғанда, үйде бір карточка жатыр, ішінде ақша бар, сол карточка істемей қалған. Андай жаңадан сатып алған карточка істемей қалды. Солай оны қойдым мен, ондай. Мен айттым, мен 90 теңге үшін дедім. Вообще 90, мен адал адаммын дедім. Ешқашан олай жасамаймын да, жасап көргенде жоқпын дедім. Жаңағы қарабеттерге. Сол қарапайым адамдарды сонда бұлар действительно ақша жасап жүрген пәлекеттер или заказбен жасап отыр. Өйткені жаңа қыздардың нелеріне мен бұны көрген жоқпын, анандай спортивный қыздар, сосын сразу маған келіп жетіп келгені, сразу жаңа қыздың. Сол күдік туғызды да, мен действительно маған күдік туғызды.
мен толық сенімдімін, чтобы мен ана 3-4 рет бастым. Айттым, камерада автобустың камерасына қараңдар дедім. Мен қайта басқанымды. 3 рет мен оны басқан себебім жақсы бір нәрсе сезгендей болдым. Обычно бір рет бассам болды. Мен анау 2000 теңге ақша салғанмын ғой, соны именно қарайыншы деп қайта бастым. Өйткені қанша ақша шыққанын көрсетпей жатқасын. Сол кезде ең соңғы басқан кезде бар 2900 деп жаңа экраннан шығып көрсетті. Ол қайта басқан кезде біріншіде ақшаны көрсетпес бұрын жаңағы валидация сразу жасап жібереді. Егер баса берсең валидация болады ғой по-любому. Бір рет істемей қалсын жарайды. Сол істемей қалды. Енді қазақ елі Аустанағы тұрғындары, адамдарды бақылаңыздар, енді мынау пәлекеттер нешелі істеп жатыр. Жаңа карточкаларын басып, водительдігі барып, сол автобустың ішінде айқай-шу жатыр. Соны айтыңдар, көтеріңдер мынау. Әйтпесе келіп штраф салғызады. Қарапайым адамдар штраф салдырып, жас балалар жаңа тұр, үндемей, мойындаймын деп 6000 теңге мойнына штраф кетті уже. Білмеймін, анау әйелді мен анау әйел кісіні карточкасын берген жоқ. Анау менің карточкамды алып қалды, қалтасына салып алды. Анау әйелдің карточкасына салып алды жаңа видеодағы бадай. Ол әйел кетіп қалды ренжіп. Ол карточкасында ақша бар, қаншама ақша қалды, сол өзінің жаңағы сұмырайдың жаңағы кім еді анау қарабет әйелдің аты құдай білсін, Бекберген Мақпал Маратовна. Осының бас пайдасына кетті, осының жаңағының бас пайдасына кетті, жаңағы Бекбергенова деген. Қалтасына әйелдің карточкасын салып алды, анау әйел ренжіп кетіп қалды. Ақшасы қалтасында, анау карточкасында қанша ақша бар. Соның бәрі сол пайдаланады, значит. Менің карточкамды шум көтеріп Фейсбукқа неткесін барып неттім. Мен көбінесе карточкаға 2000, 3000, 5000 алды, соңғы рет 5000 салғам, солай салып қоямын. Сосын 2 карточка ұстаймын, 3 карточка бар менде, жаңа автобустың несі ғой. Сол жоғалтып аламын, қайтадан тауып аламын, сол мен, в общем, карточкаларын етіп қойдым. Сол енді қазақ халқы көрдіңіз ба, кәдімгі, енді анам айтады да, мында үйдің ар жағында баяғыда тұратын, мен прямой эфир көрсететін ғой, ақ машина тұр дейді. Бүгін 11-ден 9-дан дейін ба, 2 кешен ба соғай тұрып кетті. Одан кейін қайтадан тұрыпты, мұнайдың артында болыпты. Мен алды күніме шыққан кезде шығып қалып едім, резко артқа қарай разворот жасап, жаңа ақ машина, Toyota сияқты, Toyota Corolla ма, сол сияқты ақ машина. Айналып бұрылып, сразу кетіп қалды. Соны аңдып жүргендерді шығады, мен митингке қатысып алдын ала аңдып. Бірақ аңдып шығып жүрдім, былай үйдің ұстап атқан жоқ, просто аңдып жатыр. Бұрында сол үйдің алдына аңдайды, бір мерседестер болды. Соны ойлайтын, осы жай аңды жай жүрген, машина шығар мүмкін деп. Сол именно сол мерседес ұстаған мені, Илинканың ар жағына автобусқа бара жатқан кезде ұстаған. Сол именно мерседес ар жағына айналып келіп ұстаған мені. Сонда машина, ешқандай машина жайдан жай жүрген машина емес, сіздің аңдып жүрген машиналар ғой. Осы енді мынау погон таққан полициялардан қорқатын болдық. Анам бар мысалы, пенсиядағы кісі. Енді менің өз балаларымда бәрін қорқытып тастады. Бұлар кішкене балаларға шын кішкене балалар бар енді, кішкене болғанда солардың полиция келіп тасырлатып есік қағып некесін қорқамыз деп айтқан маған. Қорқамыз деп кәдімгі шошынып қалған ғой әбден. Ана дүкілдетіп қағып, анау кім қайда мен сұрап жаңағы ана жақтағы облыс жақтағы ауылдағы райондағы апаларымызға барып, КМБ полициялар барып, сен баяғыда осы сіздердің кімдерің болады деп сұраған. Сондай бәрін шошытып, істемескелеп сөйтіп жүр бұл сұмырайлар. Сол енді қазір бұрында мен машинамен жүргізбей таксовать етіп жүргенде, машинамен поставлять етіп, өтірік біреуді соқты деп, бір қызбен өтірік мінгізіп, ол қыз өтірік машинасына несіне кіріп кеткен сияқты болып, мен артқа қарай бұрылған кезде тиіп кетті деп, вообще түк жоқ артта. Ол туралы жазған, бір шаңмен сүртіп қалсаң кетіп қалатын түк не жоқ, сол соқты деп, әдейі маған пәле жауып қашып кетті деп, 1 жылға решет еткен, ол алғанда жоқпын. Сол решет еткен соның несі хозяйны, страховой компанияның несі, страховщигі жаңағы гаилармен бірге жұмыс істейді ғой. Ал куәгері жаңағы несі, гаишник. Подстава жасап мені именно сөйтіп отыр. ИП ашқан баяғыда, ИП біреудің атынан, өйтіп менің соны білік болған ғой, маған штраф салып, маған ғой енді почти.
жұмыс істей қояйын деген кезде онда да жұмыс істеткізіп еді баяғыда. Онда мен анау шамалы оппозиция деген соларға барып жүретінмін. Мынау кім еді жаңағы ойзп мойзп деген солармен вообще оппозицияда коммунистерге бардық. жаңағы коммунистер болғанда анау Косаревтің сатқындары емес, анау Абдуллиннің коммунистері болды, соларға бардым. ойзп жоқ, сол кездердегі барып жүрдім ғой, араласып. сол баяғыдан келатырмын ғой менде. Сол кезде сол күн көрейін деп сол үйті менде не жоқ. Қазір шыны керек ешқандай аша алмайсың да, нете алмайсың да. Не еді жаңағы. Сонда мен шырап салып қойған, сол мамканы жаңағы налоговойдың бастығын ба бір нәрсесіне кіргізіп 300 мыңға 400 мыңға шырап салып қойған. Сосын мамка пенсионер деп аяды ма білмеймін, жаңағы налоговойдың бастығы ма біреуі. Сосын азайтып шырапты әйтеуір неткем. Сонда не үшін салғанда білмеймін, есімде де жоқ, есімде қалмапты. Сол отчетін тапсырмады дей ма, сол онда ИП не ашып жаңағы не алған ма, объем не деді, мен өзім қатты біле алмаймын. бір адамдарға айтты нетіп, анау бір таныс бірге оққан нем, сол не істейтін тұғын жаңағы строительный компанияның бастығы тұғын. Сол арқылы сол ана мен адамдарым бар, прораб деймін, начальник, соларға бар, солар саған нетеді деп, ИП бірақ ашып ал, ИП аш деп жаңағы сөзді барып объем алғам. Сонда ғой маған одан ақшамды кешіктіріп, одан кейін ол өзі қашып, мен оппозиция, мынау ойзп деген Тұяқбайдың өзінен қорқып отыр ғой. Тұяқбайдың өзінен қорқып, алшақ жүрейінші деп мені жолатпай қойған. Сонда ақшаны бермей, ақшаны бермей кешіктіріп жұмысшыларға. Сол мен жаманатты болам ғой. Сөйтіп ақыры сөйтті, бірақ те бердім. Сондай болған. Вообще өзің таксовать еттім, онда штраф нетті жаңағы сұмырайлар жаңағыдай жүргізбеді жаңағыдай. Айнала тоқтатып, бас кезінде нормально жүретіндім, аяқ жағында осылай кейінгі уақыттарда сол специальный заказ болып отыр ғой. Сол енді міне вообще енді автобус, қарапайым автобуспен жүрейін десем, автобуспен жүргізбей жатыр ғой. Автобуспен штраф саламын деп отыр. Енді қарай, мәшемен таксовать етіп күнімді көттірмеді. Енді бір тиын-тебен табайын деп анда-мында жүрген ғой, жай біреудің жерін қазып беріп, біреудің жаңағы боқ-соғын жинап, жаңағы ешқашан Астананың халқы адамдары болса, жаңағы белсенділер, сондай жұмыс, жер қазу, немене, мешок тасу, сондай болса хабарласыңдар, мен жұмыссызбын. Келіскен бағаларға жұмыс істейміз, істеп беремін, нетемін, хабарласыңдар маған. Хабарласып жатыр, белсенділерге рахмет, өзім бауырларға. Осы бір-бірімізге көмектесіп жатқан. Сол сөйтіп бір нете қояйын деп жатқан бұл, шаршап қоятқан өзі, шаршап жұмыстан шаршап қоятқан. Екі аяқтан дамыл таппайды, біраз терім төгіп, тапқан ақшамды адал табайын деп, жаңағы сөйтіп шаршап келе жатқан бетім ғой. Міне солай енді міне. Вообще мыналарды білмеймін не істеуге болатынын енді. Халықта шықпай жатыр, белсенділер ғана шырылдап жүрген. Халықтар өздері де көресіңдер ғой. Мен бұрын жүрген кезде жаңағы ешқандай не болған жоқ. Жаңағы айтып жатсам, сенде жаңағы участковыйына полицияда сендер жерлеріңді, ана қызға да бәрін айтты, жерлеріңді, елеріңді қорғап жатыр біз белсенділер. Сендер ертең Қытайдың құлы боласыңдар, астында жатасың сен деп. Сен полиция бәрі шетелге қашып жатыр. Сен осы ертең Қытайға қызмет істейсіңдер, бәрі адам қалмайды Қазақстанда. Түсіндіңдер ме? Жастардың бәрі Қазақстаннан кетіп жатыр қазір, оқығандардың бәрі. Ертең бір-біріңді ит қылып жұмсап, мал боласыңдар деп айтып жатырмын ғой. Туған жерің сатып жатыр Назарбаев, бүкіл жерге Нұрсұлтан деп қойып қойды деп айтып жатсам, ойбай үндеме айтпа. Мына жерде қорқады, көлеңкесінен қорқып тұрған ғой участковый. Толып отыр жаңағы, көрдің көлеңкесінен қорқып отқан нелер ғой. Сол қазақ елі. Сондай жағдай, айтайын деген. Әйтеуір түнде шығып айтып тастап жатырмын да, просто ертең тағы бір қамап, бір нәрсе, бұлар сұмырайлар тағы бір нәрсесін ойлап тауыпқан, айта алмай қалам ба деп, осы нені пайдаланып айтып тастап жатырмын. Сол енді жаңа несін бәрін жаздым, соты болған дұрыс. Енді аттан кейін жалынып жатыр, керек жоқ, ойбай примирение болайықшы, ана мынау деп. Ана қыз алдында кешірмейін деп жатқан, жоқ, кешірмей емес, жаңағы штраф салдырам, және мені жаңағы кім еді атым еді жаңағы. Сол. Ең соңына қарай кішкене жібіп, ана полицияда бір команда болған деймін.
сосын қазір артына қарай пост жазып қоямын ғой, жаңағы фотосын түсіріп алдым, джиппен келіп, жаңағы электінің адамдары сондай немес қой, түнде джиппен тастайтын оларды, білмеймін. Обычно құлдарды қалай барсаң олай бар деп жіберетін тұғын, неғып не болып қалғандарын білмеймін. Сол бюджетниктер нелер құлдар ғой, құлдар бәрі жүреді сол, 100 000 айлықтарына жүреді сол, сосын қалай барсаң олай бар деп жібереді бәрін. Білмеймін, әйдік, соған қарағанда анау жаңағы полицияның ішіне кіріп алған жаңағы екі қыздар көрдіңдер ғой, шақылдап қарқылдап күліп жатыр ішінде, жаңағы ана ашыналары сияқты, ана полиция ұйыған не сияқты қарқылдап күліп бір-бірімен, ана қыздар как у себя дома ходит, ана жерде жүр рақаттан. ЛРТ деген бар ғой жаңағы, мен таңқалдым, бұлардың өздерінің адамдары ма сондай бір нәрсе. Сол қазақ ел амандықпен саулықпен сол ойымды айтып тастадым. Енді ояныңдар қазақтар, ояныңдар. Сол айтарым осы менің вообще болностой бүкіл жағынан соттарды да қудалады да жүргізбей жатыр. Енді даже автобустың өзіне жүргізбейін деп масқаралар, сұмырайлар. Бәрін наным табам мен, нанымды табам. Сұмырайлар. Қазақ ел оянады, ертең заң бойынша жауап бересіңдер бәрін. Мен айтып жатырмын, неге ұрыларды ұстамайсыңдар деп, осы жүрсіңдер деп. Сол қазақ ел амандықпен саулықпен жақсы. Телефонды полицияның ішінде қолынан жұлып алды ғой, ана қызда телефонды соқ, мына жерден берді былай кеп, қолынан қатты ұстап тұрған жақсы болды. Әйтпесе жерге сынатын еді, уже қаншама телефон сынсытты собырлар. Ана участковыйдың ішіне кіріп, жаңа неме апон пункты, сонда наручник саламыз қолыңа деп бәрін баяғыда деп бір нәрсе деп, короче, телефон былай жұлып алып, ең соңғы эфирім бар ғой, уже көрінбей қалған, сол кезде қолымнан жұлып алды анау. Сол, ал жақсы қазақ ел, амандықпен, саулықпен, жақсылықта болайық. Ояныңдар бәрің, давай енді өзгертейік мына жүйені, бірге өзгертейік. Бұлар жүре береді иттер. Бәрі халық жеңеді, мен толық сенем. Қазір көзі ашық, халық жеңеді. Бүкіл сұмырайларды жинаған ғой биліктің басына. Жақсы, сау болыңыздар.